Аяқты аспанға көтерме. Әбілет пен тәбілеттің аяқтарын көкке көтеріп жататын жаман әдеті болыпты. Осы әдеттерінен тыйыла алмапты. Кейін күнәлі болып, Тәңір алдына барғанда, оларды ерекше жазалайды. Екеуінің аяғын аспаннан келтіріп, салбыратып, іліп қояды. «Уа жасаған, неге бізді бұлайша жазаладың?» дегенде ұлық Алла былай дейді: «Сендер үнемі аяқты көкке қаратып жататын едіңдер. Бұл мен үшін жағымсыз қылық деп талай рет ескерттім де, құлақ аспадыңдар. Енді осы әдепсіз қылықтарың үшін қиямет қайымға дейін тұрасыңдар», дейді. Осыдан бастап, ел арасында аяқты көкке көтеріп жатуға болмайды деген тыйым таралыпты. Көкке аяқ соссаң, Тәңірі шамданады деп сенеді. Аяғы аспаннан келді, көктен келді деген тіркестер әбілет пен тәбілеттен қалыпты.